Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода бауыр және бауырды тазалау жолдарын ұсынатын боламыз. Мына 5 сусын бауырды 100% тазалайды. Достар, видеоны көрмес бұрын каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын бассаңыздар жеткілікті. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосады деген сенімдеміз. Бауыр ағза ретінде де, адам ретінде де өте қадірлі. Екеуіне де өте жақсы қарауымыз керек. Бауыр адам ағзасындағы ең үлкен әрі маңызды мүше. Бауыр біздің өміріміз үшін жұмыс жасайды. Бауырдың саулығы бет бейнеміздің айнасы. Бауырыңыз сау болса, басқа ағзаларыңыз үшін қам жемесеңіз де болады. Бауыр шылапқа толса, май басады. Цирроз пайда болады, әлсіздік билейді, семіздік мазалайды, тері сұлулығын жоғалтады, көзіңіз қарауытады. Сондықтан да бауырдың саулығын сақтап, дұрыс жұмыс істеуін қадағалап, уақытында тазартып тұру керек. Бауырды түрлі әдіспен жуып тазалауға болады. Ал біз қарапайым сусындармен жуу әдісін ұсынамыз. Сәбіз шырыны. Тамаша таңдау. Сәбізді шикідей жесеңіз де, шикі сәбіздің шырынын дайындап ішсеңіз де көмегі орасан. Егер сәбіз шырынына саумалдық шырынын араластырып ішсеңіз, бауырыңызды жаңа қалпына келтіре аласыз. Сәбіз құрамындағы флавоноид, бета-каротин және А дәрумені сіздің ағзаңызға, әсіресе бауырға өте пайдалы. Көктен дайындалған сусын. Көктерге қырыққабат, саумалдық, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк пен ақжелкен жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз де болады. Ал бірақ сусын әзірлеп ішсеңіз, бүкіл ағзаңыздың жұмысын жақсартады. Бауырды тазалайды, емдейді, әрі саулығын ұзақ уақытқа сақтайды. Көк шай. Сіз бүкіл ағзаңызды улы заттан тазартып, зат алмасу жұмысын жандандырғысы келсе, алысқа көз тікпеңіз. Ас үйдегі көк шай сіздің арманыңызды әп-сәтте орындайды. Көк шай улы заттарды жоятын антиоксидантқа бай. Бұл сусын майды ертеді, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне бірнеше шыны қантсыз көк шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Ем кезінде кофе, қара шай, газдалған сусыннан үзілді-кесілді бас тартыңыз. Куркума шайы. Куркума ас үйден орын алатын дәмдеуіш. Сонымен қатар бауырдың саулығын жақсартатын қолжетімді дәрі. Таза, тегіс, жаңа, жас теріге ие болғыңыз келсе, бауырыңызды тазалаңыз. Ол үшін куркумадан шай әзірлеңіз. Дайындау әдісі қарапайым. 1 шай қасық ұнтақты 1 литр қайнаған суға салып, 10 минуттай отқа қайнатасыз. Оған аздап лимон шырыны мен шым-шым қара бұрыш араластырып ішіңіз. Цитрусты жеміс шырыны. С дәрумені мен антиоксидантқа бай цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан да бұл жемістерді жиі жеңіз. Лимон, грейпфрут, апельсин, лайм сынды жемістердің ас мәзірден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендердегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіз үйде арнайы аппараттың көмегімен ұнатқан жемістерден шырын дайындаңыз. Ең тиімдісі әрі пайдалы лимон шырыны екенін ескеріңіз. Қызылша шырыны. Қызылша бауырдың айнымас досы десек артық айтпаймыз. Ол қан айналымын жақсартады, қанды тазалайды. Нәтижесінде бауырдың жұмысы жеңілдеп, артықшылықтан айырылады. Егер қызылша шырынын сәбіз, лимон, зімбір немесе қарбыз шырындарымен араластырсаңыз, барлық ағзаңызды аурудан сақтап, жалпы саулығыңызды жақсарта аласыз. Есіңізде болсын, ұсынылған сусынды күніне 3 рет 200 граммнан ішесіз. Емді 1 ай бойы үзбей жалғастырыңыз. Бауырыңыз ауырып жүрсе, алма шырынын,
банан, авокадо, сұлы және гүлді қырыққабатты көбірек жеңіз. Достар, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосады деген сенімдеміз.